Елбасы атап өткен 100 нақты қадам кешенді бағдарламасы солтүстік қазақстандықтардың тарапынан қолдау тауып отыр. Президент ұсынған реформалар өмірдің барлық саласына қатысты. Олардың бірі денсаулық сақтау жүйесінің түрлі аспекттері бойынша нығайту. Аталмыш жоспарды іске асыру Қазақстанда 30 дамыған елдің қатарына қосып, еліміздегі барлық қызмет түрлерін халықаралық деңгейге көтермек. Елбасы денсаулық сақтау саласын дамудың жаңа кезеңіне 3 қадам арқылы көтеруді ұсынып отыр. Оның алғашқы міндеті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу. Бұл саланың қаржылық тұрақтылығын мемлекет жұмыс берушілер мен азаматтардың ортақ жауапкершілігі негізінде нығайту. Бағдарламада бастапқы медициналық санитарлық көмекті қаржыландыруға басымдық берілген. Приоритет развития. Алғашқы медициналық санитарлық көмектің алар орны ерекше, өйткені ауруды ерте анықтап, дер кезінде емдеуге септігін тигізеді. Сондай-ақ бағдарламада жеке медициналық қызметті дамыту да қарастырылған. Ол үшін медициналық көмектің кепілдемелік көлемі ұлғайтылған. Қазіргі таңда барлық медициналық мекемелерде ұжымдық басқару қарастырылған. Сапаны басқару комиссиясының міндетіне медициналық қызмет сапасын әлемдік стандарт деңгейіне жеткізу кіреді. 100 нақты қадам бағдарламасында медициналық мекемелерде ұжымдық басқаруды енгізуге үлкен мән берілмек. Нөмір 1 қалалық аурухананың бас дәрігері Галина Маметованың айтуынша, осындай тәжірибе денсаулық сақтау саласында енгізіле бастады. Жаңа талаптар медициналық көмектің сапасын әлдеқайда арттырмақ. Что предполагает корпоративное управление, это в настоящее время уже. Бізде бақылау кеңестері құрылып, ішкі аудит комиссиялары жұмыс істейді. Осының барлығы медициналық көмек қызметінің сапасын жетілдіруге септеседі деген сенімдеміз. Жоспарда медицина қызметінің сапасы бойынша республикалық салалық ведомство жанынан медициналық қызмет сапасын бақылайтын біріккен комиссия құру туралы айтылады. Оның басты мақсаты медициналық қызмет көрсетуде алдыңғы қатарлы стандарттарды енгізу. Бұл емдеу хаттамаларын сапалы құрастыру, кадрларды даярлау, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету. Осының барлығы медициналық халықаралық дәрежеге жеткізбек. Бір айта кететіні, нөмір 1 қалалық аурухана 9 жыл жұмыс істейді. Мұнда емделушілерді қарау мен оларға жасалатын жағдай үнемі жақсарып отырады. Жыл сайын емдеу мекемесі еліміздің белгілі білім ордаларын тамамдаған жас кадрлармен толығу үстінде. Әсел Оразбаева, Анна Куликова, Азамат Жантурин, ақпарат.